Сәлем, қымбатты достарым. Hello, my dear friends. Бүгінгі тақырыбымыз Reading Rules. Сіздермен тағы да Әсем Сұлтан. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Қызықты видеоның барлығы осы жақта. Ағылшын тілінде ашық буынды, дауысты дыбысқа аяқталатын буындар, мысалы cake деген сөзіміз ашық буынды, яғни дауысты дыбыстар тұр. Ал жабық дауыссыз дыбысқа аяқталса, жабық буынды болады. Мысалы cat, мысық деген сөз, е? Енді әріпінен бастасақ, жабық буында біз деген дыбысты береді екенбіз. Мысалы bat, cat, hat, back, dam, ban, jam сияқты мінеке қаншама сөздер. Ашық буында деген дыбысты сақтайды екен. Plate, rate, take, cake деген сияқты. Face, place, table, name. Әріпіне тоқталамыз. Жабық буында деген дыбысқа өзгеріп кетеді екен. Мысалы bed, fed, been, bet, hen деген сияқты. Ашық буында созылыңқы дыбысын сақтайды екен. Pete, me, we, this, he, see, free, tree деген сияқты. Екі дыбысы қатар келсе, біз деген дыбысты оқиды екенбіз. Және де сөздің аяғында оқылмайды. Мысалы жаңағы cake деген сөз, alone, stone, rope, face деген сөздерде. Енді әріпі жабық буында бұл тек қана деген дыбысқа айналып кетеді екен. Pick, pin, dip, bit, rig деген сияқты. Ал енді ашық буында бұл деген дыбысын сақтайды екен. Мысалы hi деген сөз, сәлем деген сөз, е? Time, white, mic, kite деген сөздер. Time, е? Мінеке осындай сөздерде кездеседі екен. Ендігі әріпі жабық буында деген дыбысты сақтайды екен. Book, dog, bob, got, box деген сияқты. Ал ашық буында деген дыбысты сақтайды екен. Coat, note, nose, rose, phone, tone деген сияқты. Енді әріпі жабық буында деген дыбысты сақтайды екен. Мысалы but, bun, run, sun деген сияқты. Ал ашық буында деген әріптің дыбысын сақтайды екен. Cube, tute, tune, music сияқты. Әріпі яғни деген дыбысты береді екен. Егерде сөздің басында yes, yellow, yogurt, you деген сияқты. Және де деген дыбысты да береді екен. Write, type, rhyme, fly, cry деген сияқты. Дауыссыз сөздің аяғында деген дыбысын сақтап қалады екен. Sunny, funny, rainy, belly деген сияқты. Енді әріпіне келейік. Қай кезде біз болып оқимыз, қай кезде болып дыбысын береді екенбіз. Егерде y әріптерінің алдында тұрса, онда болып оқимыз. Мысалы face, pencil, cycle, circle, circus. Қалған әріптердің алдында болып оқимыз. Мысалы cat, fact, come, crop деген сияқты. әріпі, яғни бұл да осындай ережеге сәйкес келеді. Y осы әріптердің алдында болып оқиды екенбіз. Мысалы page, giant, gym. Бірақ ескерту, бізде мынандай сөздер бар. Get, gift, girl деген сөздерде, мысалы біз оларды дыбысын береді екенбіз. Ал қалған әріптермен, мысалы goat, angry, back, дыбысын береді екенбіз. Және де мынандай әріпі сөзде кездессе, біз оны оқымаймыз. High, way, night, daughter, right, eight деген сөздер. Назарларыңызға рахмет. See you soon. Осы видеоның жалғасын көрем десеңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер.